Алла ештеңені бермесе де Құдайға разы болып өтуің керек, денсаулықты бергендігі үшін ғой. Ештеңені бермесе де разы болып өту керек, иманды бергендігі үшін Алла Тағала. Дүниеде бай болып шалқып өмір сүру шарт емес. Бай болып өмір сүру бүкіл адамзатқа жазылмаған. Бізде бүкіл адамзат бай болып өмір сүру керек деп анау қудыртып жатыр. Қазір сондайлар бар, қудыртатындар. Адам барлығы бай болып өмір сүру шарт емес, бірақ адамның барлығы Құдайға құл болып өмір сүру шарт. Осы негізгі факт, негізгі нәрсе осы. Көрдіңіз ба? Бай бар, біреу бай екен, ол Құдайға жақын екен деген сөз жоқ. Ондай нәрсе де жоқ. Біреу кедей екен, ол Құдайдан алыс екен деген де сөз жоқ. Оның вообще қатысы жоқ. Ештеңе қатысы жоқ. Біреуіне беріп сынап жатыр, біреуіне бермей сынап жатыр. Беріп сынап не істейді екен деп оны да көріп жатыр, тексеріп, бермей бұны да көріп жатыр да Алла Тағала. Аузынан не шығады екен деп пендем. Осылай өмір деген.